Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерге шиеден компот жасау түрін көрсететін боламын. Өте тез дайын болады, ұзақ уақытыңызды алмайды. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең бірінші пайдаланатын банкілерді мантоваркаге булап алдым. Ал крышкаларын 15 минутқа қайнап тұрған суға салып қойдым. Теріп алған шиелерді тап-таза етіп осылай жуып алдым. Одан кейін әрбір банкілерімізге көбірек етіп 3-4 уыстан салып шықтым. Шиені видеодағыдан аздау етіп салсаңыздар да болады. Маған компоттың өте қою болған түрі ұнайды. Сондықтан шиені көбірек етіп салып шықтым. Мен 2 литрлік 7 банкіні пайдаланып жатырмын. 7 банкіге маған 4 килограмм шие кетті. Барлығын дерлік салып шықтым. Осы арада біздің қазандағы суымыз қайнап дайын тұру керек. Міне менің суым дайын тұр. Осы суды банкілердің барлығына құйып шығамын. Осы 7 банкіге мен 10 литр суды қайнатып алдым. Осы су маған тура жетті. Достар, менің каналымдағы видео бөліміне өтетін болсаңыздар, шиеден, сары өріктен жасалған 100% табиғи, өте пайдалы соктың жасалу жолында көре аласыздар. Егер де сіз менің каналыма тіркелмеген жаңа көрермен болсаңыз, подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен осындай қысқа сақтауға арналған, тексерілген, жылдар бойы пайдаланып келе жатқан рецепттермен бөлісетін боламын. Суымыздың барлығын құйып шықтық. Енді осы қалпында 15-20 минутқа қалдырамыз. 20 минуттан кейін банкілерімнің ішіндегі суын алып, жаңағы ыдысыма құйып шығамын. Байқасаңыздар, кейбіреулер компоттың суын төкпей-ақ қантын, суын бірден құйып, аузын бұрап жатады. Ол әдіске қарағанда осы әдіс сенімдірек деп ойлаймын. Жаңағы құйып алған суымды газ отыма қойдым. Менде осындай 200 граммдық бокал болды. Осымен толтырып, әрбір банкіге 200 граммнан салып шықтым. Яғни 7 бокал қант салдым. Қант ерігенше кішкене араластырып, бетін жауып, қайнатуға қалдырдым. 5 минуттан кейін біздің суымыз осылай сақырлап қайнай бастайды. Осы суды жаңағы банкілеріме қайтадан құйып шықтым. Қантымызды қайнап тұрған судың үстінен салмай-ақ, әрбір банкіге өлшеп 200 грамм қанттан салып шықсаңыздар да болады. Мен қанты жақсы еріп шықсын деп үлкен қайнап жатқан ыдысымыздың ішіне құйып алдым. Суын барлығын құйып болғаннан кейін әрбір банкіні алып, осындай жапқышпен жақсылап бұрап шықтым. Аузының жақсы жабылғандығын тексеру үшін банкіңізді осылай әрі-бері аунатсаңыз да болады. Жабылған банкілердің барлығын төңкеріп қойып, бетін жауып, 2-3 күнге қалдырамыз. Міне осымен біздің қысқа сақтауға арналған керемет компоттарымыз дайын болып шықты. Достар, сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз.